Келесі диагноз өкпемен связаны, яғни бронхит, астма, пневмония, плеврит, мынау вирусты пневмония, немесе коронавирустық проблемалар. Вот сол кезде не береміз? Ең өкпе бронхолитик мықты тазалайтын продукция бізде. Оның бірі витамарин А плюс Б плюс, екінші түрі бар, ол мынау саумал өнімі. Яғни витамарин А плюс Б плюс өнімін, как обычный дозамен, А плюс таңертең бір шай қасық, Б плюс кешке бір шай қасық берсеңіздер болады. Және де саумал продукциясын бір капсуладан күніне 3 мезгіл тамақпен бірге қоссаңыздар болады. Таңертең, түсте, кешке. Және де бұл капсуланың мөлшерін егерде қатты асқынған пневмониялық жол болатын болса, 2 капсуладан күніне 3 мезгілге дейін қосса оларыңызға болады. Және де балдарға, кішкене туылған балдарға, өкпесі қабынған, грипповать етіп жататын болса, бір капсуланы 2-ге бөліп берсеңіздер болады. Яғни 1 айлық, 2 айлық, 3 айлық, 4 айлық балдарға. Ал 3 жастан жоғары балдар болса, оған бір капсуланың өзі бір мезгіл жетеді ондай балдарға. Және де осы өнімдермен қатар суды білесіздер, жидкості көп қолдану керек. Және де кішкене балдар болса, дренажный массаж жасау керек арқасынан, қақырықты түсіру үшін, отхаркивающий. Және де қимыл қозғалыс и дыхательный упражнение жасау керек. Интернетке қарасаңыздар, ол упражнениялардың барлығы бар. Өнім өкпе бойындағы проблемаларға өте мықты әсер етеді осы өнімдер.